Жамбыл ауданы Түрксіб ауылы Антон Макаренко орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Таңатарова Айсәуле Қазиқызы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Мысалды оқып, не болатынын болжау, дара және күрделі етістіктерді ажырата білу, сауатты, көркем жазуға дағдылану. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын бәріміз бірге мына өлең шумақтарын қосылып айтайық. Армысың, ару күн, армысың, жақсы дос, бос өтпей әрбір күн білімге білім қос. Ал енді балалар, біз жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын алдымен етістік туралы өткенді қайталап еске түсірейік. Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістікке не істеді, қайтты деген сұрақтар қойылады. Етістік құрамына қарай дара және күрделі етістік болып бөлінеді екен. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп отыр, ұшып бара жатыр. Балалар, жаңа білімді толықтыру, кеңейту мақсатында мына бейне жазбаны назарларыңа ұсынамын. Ай мектеп. Дана. Саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Неге үріп жатыр, күрделі?
Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды. Түсті. Домалап кетті. Домалады. Сыпырып жүр екен, сыпырады. Ал балалар, бейне жазбаны көру арқылы дара және күрделі етістік туралы толық мағлұмат алдыңдар. Ал әрі қарай біз енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздағы 20-шы жаттығу. Бұл жерде мысалды оқып, ары қарай не болатын болжа, құмырсқа мен шегіртке ертегісі мысалы. Кәні балалар, мысалдағы суреттерді анықтап қарап алайық. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны. Ары қарай кәне балалар, өздерің болжап көріңдерші. Бұл мысалды ары қарай қалай жалғастырасыңдар және қалай аяқтар едіңдер? Енді тапсырма. Мысалдағы қарамен жазылған етістіктерді өзара салыстырып, өзің қорытынды жаса. Яғни, мысалдағы қарамен жазылған етістіктер дара етістік қайсысына жатады, күрделі етістік қайсысына жатады. 21-ші жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Өзі мықты не деген, жүгі қандай зор еді, тіп-титімдей денемен тау көтеріп келеді. Ал балалар, ойлаңдаршы, бұл қандай жануар туралы айтып отыр? Қандай жануарды сипаттап отыр екен? Жарайсыңдар, бұл құмырсқа. Өлеңді сауатты көркем етіп көшіріп жазыңдар. Және етістіктерді табамыз. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін ажыратамыз. Келесі 23-ші жаттығу. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жаз. Өсті, жуды, сүзді, озды, тоқыды деген дара етістіктер беріліпті балалар. Енді осы дара етістіктерді біз күрделі етістікке айналдырып жазуымыз керек. Алдында көрген бейне жазбаларыңды еске түсіріңдерші балалар. Сол арқылы бұл жаттығуды орындау оңайға түседі, я? Енді мен сендерге мысал ретінде бір сөзді ұсынайын. Мысалға, өсті. Осы дара етістікті күрделі етістікке айналдырсақ, балалар, өсіп келеді, өсіп келе жатыр деген күрделі етістіктерге айналдыруға болады екен. Сол сияқты жуды, сүзді, озды, тоқыды етістіктерін күрделі етістікке айналдырып жаза қойыңдар. Бұл жерде айналдырып жазасыңдар және сауатты көркем етіп жазуға балалар дағдыланыңдар. Енді балалар, бүгінгі біздің өткен жаңа тақырыбымызды, білімімізді бекіту мақсатында мен ақиқат немесе жалған деген мынадай тапсырманы ұсынғым келіп отыр. Егер мен айтылған тапсырмалар ақиқат болса, қосу белгісін қоясыңдар, жалған болса, азайту белгісін қоясыңдар. Бірінші, етістік дара және күрделі болады. Екінші, күлді сөзі күрделі етістікке жатады. Үшінші, бара жатыр сөзі дара етістікке жатады. Төртінші, жинады сөзі дара етістік. Ал енді балалар, үйге тапсырма алайық. Үйге 79-ші беттегі ережені жаттайсыңдар, яғни біздің оқулығымыздағы 79-ші бет. Және 80-ші беттегі 24-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жерде 24-ші жаттығуда ребус берілген. Сол ребусты шешеміз және шешуіндегі шыққан сөзді қатыстырып, сөйлем құраймыз. Ал балалар, енді бүгінгі тақырыбымызды да бәрі сендерге түсінікті болды ма? Есте сақтадыңдар ма? Сұрақтар пайда болды ма? Немесе түсінбедіңдер ме? Міне,
Сендерге мына жерде мен түрлі соған сәйкес смайликтерді ұсынып отырмын. Бүгінгі өткен сабақтарыңды өздерің қорытындылай отырып, маған осы смайликтерді WhatsApp желісі арқылы ұсынып, балалар кері байланыс жасаңдар. Сау болыңдар.